Сәлем менің YouTube көрермендерім. Маған подписка жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап қойыңыздар. Себебі қазақша рецепттермен мен бөлісіп отыратын боламын. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде керемет шығатын болады. Қараңыздар, қандай керемет, қою, ешқандай суы жоқ. Бұл кейбіреуінде суы көп деп жатады, айтып жатады. Оның құпиясы жаңағы помидорларды турап аламыз ғой. Помидорлар турап алғаннан кейін табағымызда су қалып қояды. Сол суды қоспаймыз. Ол суды төгіп тастаймыз. Ол суды огонекқа қоспаймыз. Яғни бізге чеснок, уксус, тұз керек болады және қызыл бұрыш керек болады. Осының барлығын бірге біз ет тартқыштан өткізіп аламыз. Міне өткізіп алдым, өткізгенім түспей қалған. Көпіріктерін жақсылап алып тастаймыз бетіндегі. Біртіндеп міне әдемі болып шықты. Содан кейін осындай стаканмен бір стакан тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласу керек біркелкі болып. Міне қараңыздар, суы бөлек тұр. Уксус құйдым осы стаканмен, жарты стакан уксус құйдым мен деген. Жақсылап қарап алыңыздар, араластырып тұру керек. 3 сағаттай тұру керек, қыздар. 3 сағат, 4 сағат тұрғаннан кейін барып, ыдыстарға құйып қойып, погребқа болмаса холодильникке салып қоюға болады. Керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Рахмет. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.